Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бай дүйсенбінің ақтаңында өздеріңізбен қайта қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Жетісу арнасы таң жарық бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды және тізгінде мен Дамир Нұрмұхамед. Алда өздеріңізге ұсынарымыз бол, барынша пайдалы болуға тырысамыз. Жүрекке жылу, көңілге нұр сыйлайтын таң жарық бағдарламасы өз кезегінде келесі санын бастайды және біз кезекті әсем әнге береміз. Жыл сайын 10 ақпанда Александр Сергеевич Пушкинді еске алу күні аталып өтеді. Ол әлемнің барлық тілінде шығармалары аударылып, әдебиеттің символы атанған. Көзі тірісінде өз бағасын алып үлгерген жазушы 1837 жылы небәрі 37 жасында дүниеден озды. Десекте жасаған еңбектері мен жазған шығармалары әлемнің назарында айрықша қалды. Бүгінгі күн тағы да тарих бетінде несімен есте қалды екен, күнделіктен бірге білейік. 1919 жылы жазушы Хамза Абдуллин өмірге келді. 1929 жылы жазушы аудармашы Мұқан Мамажанов дүниеге келді. 1939 жылы композитор Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Әшір Молдағайынов дүниеге келді. 1940 жылы Том және Джерри мультфильмінің бірінші сериясы экранға жол тартты.
1946 жылы композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Кеңес Дүйсекеев өмірге келді. Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор Кеңес Дүйсекеев 74 жасқа толған шағында дүниеден озды. Белгілі өнер саңлағы 1946 жылы 10 ақпанда Қызылорда облысында дүниеге келген. Алматы консерваториясын тамамдаған. Гүлдер ансамблінің бас дирижері, музыка жетекшісі, Қазақ концерт бірлестігінің көркемдік жетекшісі, Қазақ телевизиясы музыка редакциясының бас редакторы болды. 1954 жылы ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Есенқұл Жақыпбеков дүниеге келді. 1974 жылы тамыз айынан аудандық газет редакциясына қызмет істей бастады. Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Қазақстан жазушылар одағы Алматы облыстық бөлімшесі поэзия секторының меңгерушісі. Жамбыл аудандық Атамекен газетінің бас редакторы болып қызмет атқарған. 1970 жылы қазақстандық кинорежиссер Рүстем Абдрашев дүниеге келді. 2004 жылы ол түсірген Қаладан келген қыз фильмі Ресейдің Анапа қаласында өткен ТМД және Балтық елдерінің халықаралық кинофестивалінде бас жүлдені жеңіп алды. Небәрі 3-4 жылдың ішінде режиссер Шәкен жұлдыздарының бас жүлдесін, Золотой Витязь халықаралық кинофестивалінде ең үздік режиссура номинациясын және Тарланды жеңіп алды. Бұдан өзге талай жүлделерді қанжығасына байлап үлгерді. 1995 жылы Алматыда Өзбекстанның Қазақстандағы елшілігінің ресми ашылу салтанаты өтті. Жолаушылардың ерекше назарына алдағы аптада күн суытады, көк тайғақ болады және қар жауады деп күтілуде. Бұл мамандардың айтуы бойынша. Ал бүгінгі күнге берген дәл болжам қандай екен, алдыға жоспар құрмастан бұрын күн райына көз жүгіртей көңіл күй қандай? Бірге білейік. Неміс халқы да бізге ұқсас, етті жақсы көреді екен. Неміс халқының ұлттық тағамдары көбіне етпен тікелей байланысты. Ал мереке күндері бұқтырылған қырыққабат және тауықпен қаз еттерін әзірлейді екен. Сондай-ақ әрбір екінші аспаз үзбелі кеспей қосылған көжені де сүйіп дайындайтын көрінеді. Ал бұдан өзге жалпы бұл халықтың сүйікті тағамы қандай және оның жасалу жолы қалай, дәл қазір қыздар үшін ас болсын Айдар, бірге көрейік. Бүгін неміс халқының сүйікті тағамы штрутли дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі: қоспасына 800 грамм ет, пияз, сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ, картоп, ал қамырына 400 грамм ұн, 2 жұмыртқа, 1 қасық тұз, 200 мл су, аскөк қажет. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Ыдысқа ұнды салып, жұмыртқа мен тұзды қосып араластыру керек. Үстіне су құйып үйлеуді бастаймыз. Осындай жұмсақ болуы тиіс. Жарты сағатқа тындырып алу қажет. Енді қоспасын дайындаймыз. Ең алдымен көкөністерді турап аламыз. Тек сәбізді күштен өткізу керек, ал картоптың көлемі кішкентай болмауы тиіс. Енді қазанда қызып тұрған майға етті салып қуырамыз. Пиязды қосып араластыру керек. Сәбізді болгар бұрышы мен қызанақты да салып араластырамыз. Оны ет піскенше қуыру қажет. Келесіде дайын қамырды екіге бөліп жаямыз. Оның үстіне сұйық май жағу қажет. Туралған аскөкті қосып ораймыз. Оны кішкентай бөлшектерге бөлеміз. Қуырылған қоспаға картопты салып, дәміне қарай тұз бен бұрыш қосу қажет. Барлығын араластырған соң қамырды салып, ыстық су құямыз. 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен ыстық тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ақтолқын Асқарқызы, Айдан Әсет, Таңжарық бағдарламасы. Шығармашылығын халықтың өмірі мен ұлттық құндылықтарына және рухани байлығына арнаған әдеби ақын Есенқұл Жақыпбековке бүгін 71 жыл. 1995 жылы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі атанып, айтыскер ақын, жазушы болып қызмет атқарған. Сондай-ақ айтыс сахнасына ең алғаш сатира жанрын енгізген айтыскерлердің бірі болып табылады. 1954 жылы 10 ақпанда Алматы облысы Жамбыл ауданының Бірлік ауылында дүниеге келген. Толықтай өмірбаянымен келесі сюжет арқылы танысайық. Шығармашылығын халықтың өмірі мен ұлттық құндылықтарына, рухани байлығына арнаған әдеби ақын Есенқұл Жақыпбековке бүгін 71 жыл. 1995 жылы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі атанды.
Қазақ сахнасына шырқалып жүрген ескі, есті өшпейтін, өлмейтін әндердің көбіне авторы Есенқұл Жақыпбеков. Сондай-ақ айтыс сахнасына да қосқан елеулі еңбегі бар. Шәкірт тәрбиелеп, жанына жақын жандарды сахнаға сүйреп шығып, өнерін байқаса болғаны дем беріп, қанат бітірген. Толықтай ақынның, жазушының шығармашылығымен тағы біз білмейтін қандай қыры бар екен, келесі сюжет арқылы танысайық. Жақыпбековтің алғашқы өлеңдері 1984 жылы Қарлығаш жинағына енген, 1986 жылы Ағымнан жарыламын, 1990 жылы Біз екеуміз, 94 жылы Жеріңе табын, 99 жылы Біздің елдің жігіттері, 2001 жылы Бұл жазда өтер деп аталатын туындылар жарық көрді. Сазгерлер оның 200-ге жуық өлеңдеріне ән жазған. 20-ға жуық әнді өмірге әкелген Есенқұлдың Қарагөз, Алдаяу, Жұлдыздар бәрін болжайды, Тұманды түн сияқты шығармалары жұртшылық арасында кең тарады. Ақын өз сөзінде уақыт мен үшін ең қымбаты, менде абырой да бар, менде бедел де бар, мәртебе де бар, Құдаға шүкір тұрмысым да нашар емес, бәрі бар. Жетпейтін бірақ нәрсе, уақыт жетпейтін маған. Бұл жерік уақыт арамыздан алып кеткен ақынның сұхбаттардың бірінің тағы бір қырын ашатын өлең жолдары. Ақын өз заманының жаршысы еді, келешекке тастаған мол мұрасының қатарында жүректі селт еткізер, түйсікті түрткілер бір поэмасын ерекше атамасқа болмайды. Ол қарауыл қайғысы. Іркес-тіркес сұлу баламаларға толы осынау көлемді шығарманың мазмұны да басқаларға ұқсамайды. Қарт Семейдің бауырында болған қасіретті оқиғадан кейінгі сынақтан соңғы адамдар тағдырының жаңада тосын жайттары осы поэмада сипатталады. О, Әсия ақын деген аталғансың, елінен Қостанайдың баталғансың. Айтыста қайымдырыққа қарсы жауып, содан соң сойған келін атанғансың. Есенқұл туралы көп айтуға болады енді. Өмірден ерте кеткен, әрі тұрманы түгелденбей кеткен ақын. Айтыс есебінде. Жазба поэзиясында оның çoқты биік ақын екен елдің бәрі айтып жүр. Кітаптарында да бар, өлеңдері де бар шыққан ақын. Бірақ айтыс жанрында оның тұрманы түгелденбей кеткен. Әселхан апамыздың жолдасы Баянғали деген кісі кішкентай болған. Ана сөзі дәу. Оның күйеуінің аты Баянбай болған. Күйеуің сенің Баянбай үлкендігі қояндай. Басып-басаң астыңа қалуы мүмкін Оянбай дейді. Сұмдық қой бұл деген. Бұған екі ақынның дәті бір айталмайды. Әсіресе әйел адамға. Оның көңілі келіп қалады ау деген жоқ. Бұл жерде Әселхан апамыздың да өте шеберлігі. Есенқұл жазбада суырып салмады ақын. Айтыс сахнасында ойы баларлық орны бар. Алғашында радио айтыстан бастаған, кейіннен жеке хабар боп, теледидар бетінен тарай бастады. Аталмыш өнердің бояуын кіргізіп, жаңашылдық қалыптастырған дар ақындардың бірі еді дейді замандастары. Айтуынша қазақ айтысына жыл әзілді, ащы шындықты алып келген. Сондай-ақ осы өнерге ынтасы бар баланың да, ағаның да бетін қақпай жанына жақын тартты. Енді шындап жол ашармыз, құмардан армансыз бір тарасармыз. Ұзында қысқалы болып отырсақ та өлеңмен өнермен жанасармыз. Шорабектің ауылында Бөлтірік шешенің айтысы болды. Біз Шорабектің үйінде ұзын саны 20-30-дай ақын қонақта болдық. Содан кейін бір ауылдың, сол ауылдағы бас зоотехниктің үйінде қонақта жаттық. Сон Шорабектің дастарханында отырған кезде Шорабек айтты, енді ол кезде ақындар жұптайды, жеребе ұстайды. Сол кезде Шорабек айтты, менің үйімде қонақта отырсыңдар, бәріңді қонақ жасап отырмын ғой, мен сендерден бір рұқсат сұрайын деп едім деді. Маған мына Есенқұлды берсеңдер, ертең мен Есенқұлмен айтыссам, ренжімесеңдер, мен мынаның үстінен 3 ай факті жинадым деді. Ертең Есенқұлдың аузын жабам деді. Содан кейін жарай мен Шорабектің үйінде қонақ болып отырған бердік, болды, екеуі құрдас, екеуі замандас, айтсын бердік. Есенқұл менің жанымда жатты, түнімен ұйықтамай қойды, жүрші далаға шығайық жүрсі. Сондай көңілін алып анау, мынау екеуі хат қалжыңдаса берді ғой, мына таз менің үстімнен қандай факті жинады деп қоймайды қайдан. Темекіні шеге береді дейді. Қойшы енді, мен де дайындалым керек десем, болмайды. Далаға шығады, ары жүреді, бері ойлайды, бері жылайды. Болмады, соң қай жағынан айтады болды деп. Не айтты, 3 ай болды бұл деп. Содан кейін жаттық енді. Жатып, ертесі күні қас қылғандай айтыстың кезегінде жеребе тартып келгенде екеуі бірінші шығатын болды. Содан кейін Есенқұл қып-қызыл болып кетпейді. Мына таз құртатын болды мен деп. Шықтық, Құлаш Ахметов үлкен далада айтыс, үлкен далада айтысты. Есенқұл бас салды Шорабек. Айтысып келіп, енді Есенқұл чапыраш ішінде қалмақ қой. Шорабектің ұстаған сөзі, айтыстың жаңа түскен сүресіңе өзіңе келер сөзді білесің бе. Болғанда әкең қалмақ, шешең орыс, сен осы мұсылманға кіресің бе дейді.
не деген сөзі? Сонда шешесі украинка ғой енді. Сонда Есенқұл мырс ете қалған, маған бүйтіп қарап қойды. Мен артында отырмын. Артында отыр, сен артында отыр, сыбырлап отырасың ғой деп. Мырс ете қалған. Енді бұл сахнада әзір айтатын сөз бе, айтпайтын сөз бе білмеймін, бірақ кітаптарға түскен жоқ. Сол кезде айтады. Ол рас әкем орыстың қатын алған дейді. Орыстың мақтап жүріп атын алған. Әкеме мың рахмет айтпайсың ба, дұшпанның үстіне жатып алған деді. Қырылды ғой бітті, жюрилердің бәрі. Күләш Ахметова жиын төрағасы. Мына оңбаған шешесінде сатып жіберді ғой деді ғой. Есенқұл Жақыпбеков ауыз әдебиетімен сусындап өскен, қазақ тарихының арғы бергі қатпар-қатпар тарауларын жадына тұтқан кемел ақын, сахнада ақиқатты алдаспандай жарқ еткізіп жеткізер қасиет қалыптастырған ес ағамыз, ел ағасы. Дамир Нұрмұхамед, Айдан Әсет, Таң жарық бағдарламасы. Жазушының жасаған еңбектері мен жазған шығармалары, ақындық өнері саңғырлы екенін қанша айтсақ та бір хабардың жетпейтіні сөзсіз, өйткені қазақ үшін шоқтығы биік тұлғалардың бірі еді. Мұқағали Мақатаевпен туған күні тұспа-тұс келген ақынның ғұмыры да мұзбалаққа ұқсас болып, барынша қазақ үшін еңбек етіп тер төкті. Қазірде есімі ардақталып, ел есінде кеңінен таралып айтылып жатыр. Сондай-ақ ақынның сөзіне жазылған әндерде өте көп. Дәл қазір біз де кезекті ақынның сөзіне жазылған әсем әнге берсек дейміз. Ал оның алды бүгінгі күні күн сауалын жолдамаймыз. Барынша сіздерде ақынның есімін ардақтап, бізге шығармаларынан өлең оқып, не ақынның сөзіне жазылған әндерді шырқап берсеңіздер болғаны. Байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 8-72-82. Байланыс нөміріміз осы, хабарласыңыздар, біз кезекті әсем әнге берейік. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлауы ағайын жұрт, не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмайтын биік мінбеден, өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері, ай ұлымық иті кемесі. Осы елден бақ пен қызыр кетпесе екен деп тілеп, осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегезе. Олар жайлауы білгін келесі, ортасын ай түсіп көр, солар жүрген соқпақ жолмен дәтің барсай жүріп көр. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қаранардай қасиет тау жігіттер. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттанып, кешек өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны. Қымбатты көрерменіміз, әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір студия төріне келіп жайғасқан құрметті қонақтарымыз бар. Ерекше талант иесі Әсем Қайыпқызы және Айгөркем Ақжолқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Қалай жеттіңіздер, көңіл-күй қалай? Жақсы, шүкір, жақсы жеттік. Біздің айта кетерлігі Айгөркемнің жасы небәрі 5-те ғана, иә?
Иә. небәрі 5-те. Десек те қаншама өлең жолдарын жатқа біледі. Соның ішінде сүйікті ақындары Абай Құнанбайұлы, Мұқағали Мақатаев және кімнің өлеңін білеміз? Мағжан Жұмабаев. Қош келдіңіздер тағы да. Рахмет. Күні кеше 9 ақпан біздің ел үшін бір ұлы күндердің бірі ғой. Өйткені ол ақынның туған күні Мұқағали Мақатаев. Бүгінде сол кісінің есімін ардақтап, әдемі өлең жолдарын арқалап келген сіздерге рахметімізді айтамыз. Айкөркемнің бұл талантын көпшілігі жақсы біледі. Бұған дейін де біршама ток-шоудың қонағы болған. Өзінің осы талантымен, даралығымен танылды. Небәрі неше айында сөйлей бастады? 9 айынан бастап тіл шыққан болатын, сосын 2 жасынан бастап уже поэмалар оқып жаттайтын болды өлеңдерді. Ерте жасынан. Өз қалауы ма, жоқ әлде сіздер ма жаттатып жүрген? Негізі мен инстаграмнан көріп қалған болатын, бір кішкентай қыздың солай тақпақ айтқан. Сонымен Айкөркем өзде солай не естісе бәрін жаттап алатын, сондай қабілеті не болатыншы. Соған байланысты осылай тақпақтар жаттатайық. Мұқағали Мақатаев сондай, Абай Құнанбаев сынды ақындарымыздың өлеңін жатқа білсе, кішкентай болып сөйтіп айтып жүрсе жақсы ғой деп, сонымен жаттаттық, сол қасиетіне байланысты. Тез миына сіңіріп алады. Әріп тани ма қазірде? Жоқ, қазір әріп танымайды, слухпен жаттайды. Слухпен, иә. Өздеріңіз қайталайсыздар, Айкөркем жаттайды, иә? Иә, мен жаттатам, сонымен Айкөркем естіп жаттап алады. Есте сақтау қабілеті және қағып алу қабілеті қаншалықты? Сол өте жақсы, сол кішкентай кезінен байқадық сол қасиетін. Сондықтан осы жаққа қарай бұрдық енді, жаттау деген сияқты. Қазақша поэма, өлең жолдары, түрлі тақпақтар жаттауға себеп жаңада айттыңыз, өзіміз жаттаттық деп, одан бөлек енді отбасыда тіл маманы бар ма? Жоқ, отбасымызда ондай ешкім жоқ, өзі сондай ерекше болып туылды, ерекше қасиетімен. Мыңнан бір болып дараты болған қыз ғой. Иә, сон. Айкөркем, қалың қалай? Қалым жақсы. Қай жақтан келдің? Жаркенттен. Жаркенттен. Күн суық па Жаркентте? Күн суық па, мұздадың ба? Иә. Ой, жаным, ұйқынғанды ма? Иә. Өлеңдерді кім жаттатады? Мамам. Ұрса ма? Ұрсып жаттата ма? Маман қатал ма? Кімнің қызысың? Маман қызысың ба, папаң қызысың ба? Папамның. Аха, әкең аты кім? Папаң аты кім? Ақжол. Папа қайда қазір? Папам Жұмыста? жұмыста. Мектепке барасың ба, әлде балабақшаға ма? Балабақшаға. Құрбыларың көп пе? Құрбыларың аты кім? Айзин. Жансая, Амина. Ой, күшті. Не ойнайсыңдар балабақшада? Ойыншық көп пе, ойын ойнайсыңдар ма? Қандай ойындар ойнайсың? Үй жаса ойнаймыз. Сосын? Конструктпен ойнаймыз. Ой, тамаша. Өлеңдерді тез жаттайсың ба? Иә. Мен қазір бір өлеңді бастайын, сен жалғастыршы, иә? Иә. Келістік қой. Мұқағали Мақатаев, шеше өлеңі, иә? Мен бастайын, сен жалғастырасың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Шай түсіп жатқанда да құламадың, Тәңірің не мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, түрімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңде асылдарым, байырғы берекенді қашырмағын, таусыл өз-өзінен жашылмағын. Тағы бір өлеңді көрейік, иә? Мағжан Жұмабаевтың өлеңінен. Арыстандай айбатты, Жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенем, көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға, мен жастарға сенемін. Ай, күшті, қандай тамаша. Отыра ғой, отырсаң болады, иә? Отырып айта ғой. Құрбыларың, достарың осылай өлең жаттай ма? Сен ғана ма жаттайтын? Иә. Дәл қазір әңгімемізді жалғастырамыз. Қоңырау бар екен, келіп түскен, қабылдап алсақ. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Иә, біз сіз тыңдап тұрмыз. Балам, сіздермен хабарласып тұрған Ескелді ауданы Бақытбайұлы Зәуре апайдарыңыз. Зәуре апай, қалыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы, қалым жақсы.
әрқашан өмірде сәттіліктер серік болсын сіздерге. Әумин. Теледидардың даусын сәл басып қойсаңыз. Я Зәуре апай, Есенқұл Жақыпбековпен таныссыз ба? Есенқұл Жақыпбектің анамның дауысын өлеңін оқып берейін деп едім. Аха, мархабат. Анамның дауысы, қуат жоқ сексендегі анашымда, қалтырап қайранаған тоңасың ба, япырай қайдан келдің бұл жаққа деп, мұхиттың жүрген құстай жағасында, ол мұнда, мұз мұхитқа кімге керек, өзіне өзі отыр бірдеме деп, ол менің анам емес кәрі әжемдей, төсекке отырғызған күнде демек, білемін түбінде бір өлім жеңбек, білмеймін, енді қанша өмір көрмек, 6 ай қыз сендер үшін шыдап шықтым, ал енді жер жебеді, көміңдер деп, күледі көктемді анам көңіл демек, сенің тек осы жылы даусың қалды, сол дауыс қалмайды өмірде, мен сені сағындым да сақтасам да, жып-жылы сағынамау даусыңды әлде. Ай, тамаша. Рахметімізді айтамыз, Зәуре апай. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Ярмен қарай жалғастырайық. Айкөркем, жаңа да айттыңыздар, біз жаттатамыз, өз тез қағып алады деп. Бұдан бөлек баланың болмысында тағы қандай қыры бар? Бұдан бөлек ол биге қатысады, және де әндерде айтады, би жарыстарына қатысып, республикалық байқаулардан да жеңімпаз болып жүр. Біздің Айкөркемде бос уақыт жоқ қой, үйге келсе өлең жаттайды, балабақшаға барса би жаттайды. Сомен. Чаршап жүрсің ба, Айкөркем? Чаршадың ба? Неден чаршадың? Жаттығу жасау үшін шаршаймын. Жаттығу кім жасатады жаттығу? Апай. Апай қандай жаттығулар жасатады? Биге қатысасың ба? Я. Билеген ұнай ма? Аха, сосын тағы ән айтасың ба? Я. Қандай әндер айтасың? Әртүрлі әндер айтамын. Аха. Түрлі әндер айтам. Бізге ән айтып бере аласың ба? Жаңа жыл туралы ән айтып берші. Айта ғой. Шыршаға бардық, әсемін салдық, Аяз атадан сыйлықтар алдық. Шыршаға бардық, әсемін салдық, Аяз атадан сыйлықтар алдық. Ай, тамаша. Айкөркем, бүгін сені көріп қуанып отырмыз. Сондай сұлу екенсің, тфайт-тфайт көз тимесін. Әріп танығың келе ма? Тез-тез өзің оқығың келе ма? Мамаң оқып бермей өзің бүйтіп оқығың келе ма? Я. Кітапты. Мамаға әріп үйрет деп айтасың ба? Маған үйретші оқып деп? Ай, тамаша. Үйрет ойда бар ма негізі әріп таныту? Бұйырса енді осы жылы нулевой классқа барады. Сол кезде бәрін үйреніп алады өзі деп ойлаймын. Қазір ерте ғой, 5 жастағына. Балабақшада да үйретіп жатыр. Бала күннен енді осылай өлең жаттап жүрсе, демек Айкөркем шынымен ақ ерекше бала болғаны, иә? Өзгелерге ұқсамас, дара, зерек деп айтамыз ғой. Бесік жырын естіп өскен болмаса, ертегі естіп өскен анық қой. Сол кішкентай кезінен бастап ертегі оқып, кітаптар оқып беретінбіз. Соның да әсері бар шығар. Өйткені кішкентай кезінен бастап біз телефон бермейтінбіз. Қазіргі уақытта көп балалардың сол ғой, телефон беріп, сонымен дамуы дұрыс емес деп ойлаймын. Кішкентай кезінен бастап телефон бермей, кітап оқып, балаға солай көп уақыт бөліп, көбірек сөйлессе, бала солай зерек болып өседі деп ойлаймын. Тағы да Айкөркемнен өзге ұл қызымыз бар ма? Бар. Айкөркемнен кейін інісі бар. Аты Аль-Фараби, сосын қарындасы Аль-Сафи екеуі. Неге есімдер ерекше? Солай ерекше есім таңдадық өзіміз. Аль-Фараби атасына ұқсасын деп, өзінің ғалым болсын деген сияқты. Демек, отбасыда баланың есіміне де аса мән бересіздер, иә? Әрине. Болашағының барынша болымды болғанын қалайсыздар ғой? Әрине. Әр ата-ана соны баласына дұрыс тәрбие беруді, дұрыс білім беруді, болашағы жарқын болуын қалайды деп ойлаймын. Сондықтан осылай баласына көңіл бөліп. Бір байқағаным, Айкөркемге өлең оқытасыздар. Інісінің аты Аль-Фараби, иә? Одан кіші қарындасы? Аль-Сафи. Аль-Сафи, иә? Барлығының есімі бір ақын жазушыларға, белгілі тұлғаларға дәріптелген екен.
Отбасымен білімге бет бұрғанды жандарыңыз сүйеді ғой деймін. Иә, әрине балаларымызға солай үйретіп жатырмыз енді. Өзіңіздің Барынша. мамандық? Менің мамандығым бала массажисті, детский массажист. Балалармен жұмыс жасаймын. Айкөркем, әнің сүйкімді ме? Әнің бар ма? Бауырың, аты кім? Атар Фараби. Әл-Фараби. Кішкентай ма ол? Қанша жастамыз? Қаншада? 2-де. Сен Әл-Фарабиға қарайсың ба? Я. Ойнатасың ба? Я. Телефон көп көресің ба? Телефон көресің ба? YouTube көресің бе? Кейде ғана. Енді ғана беріп жүрміз телефон. Қазір өйткені үлкен болып өзінің жасына байланысты. Достары да көретін болғандықтан бізден сұрай бастады енді ғанаша. Жарты сағатқа ғана, 1 сағатқа ғана береміз ары кетсе. Айкөркемнің болашағын қалай елестетесіз өзіңіз? Айкөркем болашағы өте жарқын деп, өзі үлкен болғанда кім болғың келеді Айкөркем? Әнші. Әнші болғың келе ма деп айтады. өскенде? Сондықтан сол сахнада көрем, көбінесе өзі де жақсы көреді. Сахнада халықтың алдына өнер көрсеткенді қазір ұйқысын аша алмай отыр ғой деймін сондықтан. Ұсыныстар түсіп жатыр ма Айкөркемге қатысты? Біз продюсерлік етейік, болмаса біздің бағдарламаға келсін деген сынды. Иә, Астана қаласынан Балапан телеарнасынан ұсыныс түсті. Дара балаға шақырып жатыр. Және де Ұлан газеті бар ғой, республикалық, соған сұхбат алсақ деп шақырған болатын. Ұсыныстар түсіп жатыр. Барлығына барасың ба шақырған жерге? Я. Астанаға барғың келе ма? Я. Айкөркемнің бұлғыры енді көпшілік ата-анаға да үлгі шығар, өйткені балаға өзіңіз айтқандай кішкентай күннен, құндақтан кеше келген күннен бастап қолына телефон ұстатып болып, баланың ойлау қабілетіне де кері әсерін беретін анық, иә? Иә, Барынша осылай мида қалыпты жұмыс жасатып, ойды қозғап, танымды дүниелер үйретсек, еліміздің болашағына да осындай білімді жастардың әсері бар болары сөзсіз. Енді дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, бәлкім сіздерге жылы лебізін білдіріп қалар. Байланысқа қоссақ. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Давир ботам. Естіп тұрмыз Раушан апай. Қалдарың қалай мына эфирға кішкене ғана тәп-тәтті топ-томпақ домалақ қана бір боташым келіп отыр екен, бота ханым. Айналайын, ісіңе сәттілік деймін, қасында отырған мамасы ғой деймін, Иә, анасы. Анасына мыңда бір рахмет осындай әртүрлі 8 қырлы, 1 сырлы қып тәрбиелеп жатқаныңа. Бота ханым ай, тәп-тәтті. Мен ана Давир ботам. Мен мына Есенқұл Жақыпбеков ағамыздың атамыз бола ма, 1-2 нақыл сөзін айтып берейін. Мархабат. Есенқұл атамыз былай депті. Есенқұл дегеніңіз жаман сары, қолында қоқырайған қалам сабы. Әншейін шешем мені туа сапты, қазақта көбейсін деп, бала сан деп бір нақыл сөзін қалдырып кеткен екен. Соның кейін бір мақалы бар өзінің. Ескі тон ескі болса да, жамылсаң түнде тоңдырмас деген сөз қалған. Назарларыңызға рахмет. Рахмет Раушан апай, хабарласқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, сіздерден де қоңырау күтеміз, ал біз әңгімемізді жалғастырамыз. Айкөркемнің болашақта енді әнші болары да, мұғалім, болмаса тіл жанашыры болары да бір өзіне аян, болашақтағы таңдауына байланысты. Жалпы балаға тәрбие қаншалықты маңызды, дұрыс берілуі тиіс? Баламен ата-ананың ашық сөйлесуі балаға қалай әсер етеді? Иә, әрине баламен ашық сөйлесу керек, ойында не бар, соны ашық айта алу керек деп ойлаймын. Барынша жақын болуға тырысу керек. Мына заманда қазір телефон деген бәріне не болды ғой, ата-аналар да телефонға кіріп кеткен көбінесе, балалар да деген сияқты. Сондықтан көп көңіл бөліп, бірге ойнап, бос уақытты бірге өткізу керек деп ойлаймын. Ертегі естіп өскен бала басқаларға ұқсамайды, зерек болады өзі. Әрине. Сол кішкентай кезінен бастап балалардың миы өзі губка сияқты ол дейді ғой, тез сіңіріп алады, не айтсаң да бәрін сон. Кішкентай кезінен бері ми қатпарлары жақсы жұмыс жасайды ғой, сондықтан кішкентай кезінен бастап үйреткен дұрыс барлық затты ше. Тәрбие тал бесіктен дейді ғой, сондықтан кішкентай кезінен бастап. Бұл көп ата-анаға бір құлағдар әңгіме болды, алтын сырға деп айтайықшы. Айкөркем, жаңа айттық қой, біз өлең жаттаймыз, би билейміз, ән айтамыз. Дәл қазір мен тағы бір сол көпшілікке дәлел болсын бір өлеңді бастайын, Ұйқың келді ма? Күліп өтсем, ұйқың ашса. Ұйқың келді ма, Айкөркем?
Отан деген Мұқағали Мақатаев. Мен оның түнін сүйем. Күнсем, ағынды өзен асқартау гүлінсем. Мен оның қасиетті тілінсем, мен оның құдіретті үнінсем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәр маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шыққан, бос торғай болуын сыбырлаған. Ой, қандай күшті. Сезбейсің ғой сен мені. Көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші сарсан болған пендені. Түсінсеңші ақыл ойын кемет. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз. Кетсем бе деп қапаланып өмірсіз. Шын ғашықпын несіне оны жасырадым. Әрбір алтын қоймаған, бір тау шашмаған. Ғылым таппай мақтанба. Қылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге ғашық бол, адам болам десеңіз, тірең өмірің алдында, оған қағы жесеңіз, өсек өттірік мақтаншақ, енжек бекер мал шұшпақ, 5 шұшпағын білсеңіз, талап еңбек терең ғой, қанағат рақым ойлап қой. Ай, тамаша. Дәл қазір қоңырау да келіп түсті, я? Айгөркем, бүгін сен келіп бізге жайғасып едің, қоңырау түсе бастады ғой көптеп. Қабылдап алсақ, қайырлы таң. Саламатсыздар, таң жарық болсын. Таң жарық балармен жарқас біреу ақылыңға рахмет айтам. Керемет, сіз қазір осындай айтып отырмыз. Бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Мына анасына айтарым, телефон бермей-ақ әдебиетті оқыса, мықты ақын болады ғой мына кісі бала. Денсаулығы мықты болып, отбасына бақыт тілеймін. Оқуын ұзат оқысын. Бар болыңдар, аман болыңдар, жолдарыңыз болсын. Аумин, рахмет. Рахмет, Ғали апай. Өздеріңізге әдемі ақ тілегін білдіріп жатқан тұрақты көрермен Ғали апайымыз. Болашақта ақын болуына қалай қарайсыз? Иә, әрине жақсы қараймын, ол жағынан да өзінің қыры ашылып жатса, бұйырса. Өзіңіздің жас күніңіз осындай өлеңге толы болды ма, жаттадық па? Жоқ, өзім ондай жаттап, ондай жақын болмады негізінде. Спортқа жақын болдым десем болады, негіз. Спортқа, иә? Десек те Айгөркемнің арқасы, бұның пайдасы сізге де тиіп, сіз де өлең жаттай бастадыңыз. Өзім Айкөркеммен бірге мектеп кезінде жаттамаған өлеңдерімді қазір жаттап жатырмын. Бәрін жатқа білеймін бірге. Бүгін енді Есенқұл Жақыпбековті де еске алып отырмыз. Күні кеше Мұзбалақ ақын Мұқағалимен қатар туған күн еді. Бүгінде ақынның барлық шығармалары кеңінен тарап, ел аузында жүр, ел есінде жүр. Біздің Айгөркемнің де енді осындай тұлғалардың өлеңін біргенде Есенқұл Жақыпбековтің де бір өлеңі сыйға тартар сөзсіз, е? Қолқасап сұрап көрейікші. Қандай өлеңін алып келдік? Біздің елдің жігіттердің төресі, олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы? Солар жайлы айтылмайды биік меден. Өйткені олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Ай, тамаша. Айгөркем, рахмет айтамыз келгеніңе, е? Үлкен қыз бола ғой. Болашақта өзіңді биік сахнадан көрейік, сол кезде біз мақтанайық, е? Айгөркем бізге келіп еді, студияға жайғасып еді деп. Кімге сәлем жолдайсың? Кімге сәлем айтқың келеді? Ата-апама сәлем жолдайым. Қолың бұлғап қой. Қолың бұлғап айтса? Тақ кімге? Асылұян балабақшасы. Асылұян балабақшасына достарыма сәлем жолдап қоям. Үшелжан апай мен Алмапайыма. Ой, қандай күшті. Жаркентке асығып отырсын ба, қайтқың кеп тұр ма? Талдықорған ұнады ма? Талдықорған ұнады ма? Я. Жаркентші? Жаркентте ұнай ма? Я. Қашан қайтасың Жаркентке? Бүгін? Бүгін. Рахметімізді айтамыз, сізде көпшілік көрерменге жылы лебізіңізді жолдай өтсеңіз, осындай бала тәрбиелеген ананың да, әкенің де еңбегі елеулі, зор. Сондықтан бір әдемі таңғы лебізіңіз. Барлықтарыңызға күндеріңізге сәттілік тілеймін, жаңа апта жақсы жаңалықтарға толы болсын. Осылай әр бала жеке дара жұлдыз дейді ғой, жеке дара тұлға ғой, әр бала сол баланың қабілетін аша білу керек деп ойлаймын. Барлық отбасыға тек қана бақыт, жақсылық тілеймін. Рахметімізді айтамыз, шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Өздеріңіз
осындай тәлім тәрбие берген Айкөркемде еңбекті ақтап бір биік тұлға болсын, ақын болсын, жазушы болсын, мейлі әнші болсын, мейлі бейші болсын, әйтеуір елімізге еңбегі сіңген үлкен тұлғалы азаматшалардың бірі болса жеткілікті. Өйткені қыз бала ұлттың тәрбиешісі деп айтады қазақ. Ең бір қызға айтылатын жақсы теңеу ғой, ұлт анасы болсын деп әдемі лебізімізді білдірейік. Мультфильм көресің бе, Айкөркем? Мультфильмдер көресің бе? Қандай мультфильм көрдің? Балапан көрем. Я балапан көрем, дарбаға деген. Я, дәл қазір біз де енді сол өзіміздің отандық әншілер дыбыстаған мультфильмдерге кезекті берсек, келесі сюжетте алдыңғы жылы әйгілі Disney компаниясы алғаш рет қазақша дубляж жасауға қаржы бөлді. Танымал медиа корпорация жаңа шыққан анимациялық өнімнің қазақша дубляжын өз есебінен қаржыландыра бастағаны көпшілікті әрине қуантты. Компания жыл сайын әр фильмнің түрлі тілдердегі 30-ға жуық нұсқасын ұсынады. Қазақ тілінің осындай ірі тілдер қатарына енуі біз үшін маңызды оқиға және жақсы жаңалық. Ал бұл тілімізге деген құрмет және оның балалар мен жастар арасындағы қолданысын кеңейтуге бағытталған игі бастама. Бірақ егер шығын ақталмаса, мультфильмдерді қазақ тілінде дыбыстаудан бас тартуы мүмкін. Сондықтан біз қазақша дубляжды қолдайық және бұдан өзге тағы қандай мультфильмдер отандық әншілермен дыбысталды екен, келесі сюжеттен бірге білейік. Сендерге бір хикая айтып берейін. Абдан туралы хикая. Сендерден сәл ғана үлкен. Бірден сұрап алайыншы. Біз хикаяда жоқпыз ба? Біз туралы хикаялар көп қой. Соларды айтсы. Disney компаниясы түсірген Муфаса Арыстан патша фильмін қазақ тіліне кімдер дыбыстағанын білесіз бе? Белгілі компанияның алтын қоржынына енген анимациялық мультфильмнің мемлекеттік тілде сөйлегені көпшілікті қуантты. Алдындағы жылдың 19 желтоқсанынан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында фильмді қазақ тілінде тамашалауға мүмкіндік болды. Фильмнің қазақша дубляжы елімізге белгілі актерлердің қатысуымен дайындалды. Данышпан Рафики рөлін Дулыға Ақмолда, Муфасаны танымал дубляж актері Ерасыл Мұхамедиев, анасы Сарабидің вокалдық партияларын Динара Султан дыбыстады. Така және дубляж режиссері Шахмұрат Ордабаев. Муфаса есімді жетім туралы. Жаңа үй тауып, жаңа отбасын табу үшін қатерге толы сапарға аттанған екі бауыр. Пумба рөлін Бақтияр Байсерік, ал Муфасаның вокалдық партияларын екі тілде әнші Әбік Жексен дыбыстаған. Анимациялық фильм үлкен мен кішінің жүрегінен орын тапты. Киноның тек сапасы емес, терең тәрбиелік мәні де біздің көрермен үшін маңызды тұстардың бірі. Бұл фильм адасып, жетім қалған Муфасаның ұлы әрі дана көшбасшыға айналу жолын көрсетеді. Фильм соңында Арыстан патша тек күш қайратымен емес, мейірімділігімен көрерменнің есінде қалады. Айта кететіні, жануарлар қазақша атаумен аталғандықтан кішкентай көрермен Арыстанның ұрғашысын Қаншыр, Төлі, Абдан, сондай-ақ мүйіз тұмсық, сүйелді қабан, ніл қолтырауыны секілді терминдерді естіп, жадына тоқиды. Мультфильм сізге түрлі әсер сыйлайды. Көпшілік жақсы көретін Тимон мен Пумбаның танымал әзілдерінде тамашалай аласыздар. Тартшы басыңда, көрінбейді қане. О, қазір басталады. Не басталады? Кет бұла! 2024 жылы қазақ тіліне дубляждалған мультфильмдердің көпшілігі сәтті шықты десек болады. Арасында Муана 2-де киносүйер қауымның назарына ілікті. Оның қазақ тіліндегісі 151 миллион теңге касса жинап, сол жылы дубляждалған фильмдер арасында рекорд орнатты. Достық пен ата-бабаға деген құрмет, өзіңнің өмірлік миссияңды білу маңыздылығы да орынды көрініс табады. Мұнда басты рөлдегі ержүрек теңізшілермен бірге қызыққа толы сапарға аттанасыз. Теңізші бабаларынан аян алған кейіпкерлер океанияның шалғай, қатерлі аймағына сапар шегіп, естен кетпес шытырман оқиғаларды бастан өткереді. Ал фильм кейіпкерлерін кім дыбыстағанын білесіз бе? Муананың барлық әнін Назима орындайды, ал Құралай Өтепова оның даусымен сөйлейді. Актриса Айнұр Болат Муана мен Мауиге қатер төндіретін Матангиді дыбыстады, ал Матангидің әндерін Гаухар Өмірзақова орындады. Сен істеп тұрсың? Саған балық ұнамай тұр ма? Муананың бірінші фильмі көбінесе екі кейіпкерден ғана тұрды. Ал бұл жерде кейіпкерлер өте көп. Бұл өте маңызды. Бабаларымыздан да, бізден де. Бүкіл мұхит бізге сенім артып отыр. Қобыланды Болат Алпамыстай Мауиді дыбыстады. Бақытжан Алпейіс, Күңкілдек Бақбан және Муананың тобының мүшесі Келені сөйлетті. Бұл мультфильмнің қазақ тіліндегі дубляж режиссері Муфасаныкіндей Шахмұрат Ордабаев. Мони кейіпкері белгілі әнші Садрадиннің даусымен сөйлейді. Бұл қуаныш Райлидің санасынан тікелей байланыста. Қане қошемет!
Ой жұмбақ 2 Disney мен Pixar студиялары түсірген танымал анимациялық фильмнің бірі. Ол да қазақ тілінде дубляждалды. Балалар арасында сирек айтылатын төл лексикамызды ұтымды қолданған екен деген оң пікірлер көп айтылды. Ал мультфильмге келер болсақ, 11 жасар Райли есімді мектеп оқушысы туралы баяндап, оның 5 эмоциясы – қуаныш, қайғы, қорқыныш, ашу және жеркеніш арқылы басқарылады. Фильмнің 2 бөлімінде 13 жасар Райли басты кейіпкер. Жасөспірім кезеңінен оған жаңа эмоциялар, алаңдаушылық, қызғаныш, ұялу, зерігу және ностальгия қосылады. Осы эмоциялар арқылы қыз жасөспірімдерге тән мәселелерді шешуге мәжбүр болады. Өйткені өз эмоциясын басқару бала тұрмақ үлкен ересек адамға да маңызды. Өміріміздің соңына дейін масқара бола қоймаспыз. Басты кейіпкерге қазақ тілінде өз дауыстарын сыйлаған бас кейіпкер блогер Ақерке Естай қызының даусымен сөйлейді. Қуаныш эмоциясын қазақстандық әнші әрі актриса Гүлнар Тілебалды дыбыстайды. Мұңды кино мен театр және дубляж актрисасы Алма Құлмұқан, қорқынышты кино мен театр актері, театр режиссері Рүстем Жанаманов дыбыстайды. Сондай қазақ тіліндегі дубляжға Жұлдыз Төлепберген қатысады. Ол Райли ойнағысы келетін команданың капитаны жоғары сыныпта оқитын Вэл есімді қызы дыбыстайды. Қалған эмоцияны қазақстандық 91 тобының солистері Айс лақап атымен танымал Азамат Ашмақын, Сәкөшті және Батырхан Маликов, лақап аты Әлем, ұятты дыбыстайды. Әлемдік туындылардың қазақ тілінде сөйлеп, кішкентай көрерменге өз тілімізде ұсынылып жатқаны кімді болсын қуантады. Қазақ дубляжын қолдайық. Мектеп қабырғасында минутына оқушы едік. Ал қазірде минутына оқитын бұл жарыс немесе ойын түрі мектеп қабырғаларында, білім ошақтарында бар мекен. Жалпы адам орта есеппен минутына 180-200 сөзді оқиды, ал негізі қабылдау қасиеті минутына 400-500 сөзге дейін барады екен. Жылдам оқудың адамға пайдасы қандай? Сондай-ақ жылдам оқуға өз-өзімізді қалай жаттықтырамыз? Бұл жайында келесі сюжет арқылы білейік, бөлісейік. Әріптесім тарқатсын, экраннан алыстамайық. Балалық шақты еске алсақ, мектепте сыныптастарымызбен минутқа оқып жарысатынбыз. Бүгінде бастауыш сынып оқушылары дәл бізде жылдам оқу техникасын дамытуға ден қойған. Ғаламтор беттерін аша қалсақ, оны жетілдіруге көмектесетін техникалар мен әдістерді көре аласыз. Бет белгіні қолдану маңызы да атап өтіледі. Яғни кітап оқу барысында бет белгіні пайдаланыңыз. Оқылған сөздерді сол арқылы жауып, оқыған сайын оны да жылжытып отырыңыз. Осы арқылы бір сөзге қайтып оралмайсыз. Бұл психикалық түрде тез оқуға бейімдейді. Тағы бір әдіс құпия сөзді іздеу деп аталады екен. Таныс емес мәтінді алып, соның ішінен бір сөзді жасырыңыз. Жаныңыздағы жаттығушы сол сөзді барынша тез табу керек. Бірақ мәтіннің күрделілігі жас мөлшеріне сай таңдалғаны абзал. Жылдам оқу арқылы тарихта аты қалған тұлғалардың бірі Наполеон. Ол өзінің көшбасшылығымен ғана емес, сонымен қатар оқу жылдамдығымен де ерекшеленген жан. Деректерге сүйенсек, ол минутына 2000 сөз оқитын болған деседі. Ал француз жазушысы Бальзак 200 беттен тұратын романды жарты сағатта оқып аяқтаған екен. Абай білім орталығында біз балаларды 5 жастан бастап қабылдаймыз. Бізде 5 жастан бастап балалар 5 пен 10 сөздің арасында сөзді толық оқи алу керек. Оқып жатқан сөзінде мағынасын түсіне алу керек. Онымен қатар бірінші сынып оқушылары 30 сөзді толық қамти алуы керек болады. Екінші сынып оқушылары мысалы 60 сөзден 100 сөзге дейін мектептің программасы бойынша оқуға міндетті болып табылады. Ең бірінші осы буынға бөліп оқу үшін осы сөздерді бұл жерде көрдіңіз ба? Бірінші 2 әріптен басталады. 2 әріптен кейін басталғаннан кейін оны меңгеріп болғаннан кейін бала 3 әріпті сөздерді, мысалы шар деген сөз болатын болса, шар, одан кейін оның жалғауы шарға д-ны жалғау арқылы біз сол үшін береміз ғой. Бұл қатар-қатарынан жүргеннен кейін, мысалы 2 әріптен жүргеннен кейін, 3 әріптен жүргеннен кейін балалар ол сөздерді жаттай бастайды. Жаттай бастағаннан кейін оны буындауға оңай болады балаларға. Сол үшін осы тапсырмалар беріледі. Мысалы, тап деген сөзді беретін болсақ, тапты келесі жолы бала өзінің ойында болады, мен тап деген сөзді өттім ғой, бірақ оны бөлуге болады ғой, тап, т деп бөлуге. Сол арқылы жұмыс жасалына береді бізде.
Расул Бақытберген 5 жаста. Осы жылы қыркүйек айында 1-ші сынып табалдырығын аттамақ. Қазірдің өзінде анасы оның дамуына дейін қойып, жылдам оқыту сабағына үзбей қатыстырып келеді. Алғаш келгенде мүлде әріп танымаған бала қазір буындап оқуды меңгерген. Расулмен бірге орталыққа тұрақты келетін тағы бір болашақ 1-ші сынып оқушысы Бейбарыс Жанат, жасы 6-да. Жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан оқушының бірі осы. Қазірдің өзінде ол минутына шамамен 40 сөз оқиды. Мүмкіндігін балалар іс жүзінде де дәлелдей алды. Бейбарыс былай жазсақ қайтеді, мен қазір телефоннан секундамер қосайын 1 минутқа, алдымда тұрған кітаптан кез келген бетті ашайын, сосын 1 минутта қанша сөз оқисың, соны көрейік. Келістік па? Келістік. Ал қай бет? Міне осыдан бастайық, секундомерді қосамыз. Ал кеттік. Дельфин денізде өмір сүретін сүт қоректкі жануар. Дельфин дикаша оттар секілді кит тобына жатады. Олардың денелері төксіз болады және балаларын сүтпен қоректен. Тау өнері мал өріші нағашы тамаушы ол жолда тауға шығады анау. Мамандардың айтуынша, бұл жаста балаға жылдам оқытуды үйрету дұрыс емес. Бастапқыда оқу техникасын меңгеріп алу керек. Сосын ғана 7 жастан бастап минутқа оқытып, жаттықтырған дұрыс. Жылдам оқуды аз уақыт ішінде үйренгісі келетіндер қателеседі. Себебі бұл көп еңбек пен уақытты талап етеді. Алғашында тұтас ертегіні, ұзақ мәтінді оқытудың қажеті жоқ. Өйткені бұл баланы тез жалықтырады. Ал егер балаңыздың жақсы нәтиже көрсеткенін қаласаңыз, ұстаз ұсынған бірнеше жаттығуды үй жағдайында қазірден бастап жасатыңыз. Осылайша ұл қызыңыздың дұрыс жетілуіне, жасына сай дамуына оң әсер етесіз. Есесіне жылдам оқуына да септігін тигізеді. Ал бұл қандай жаттығулар? Бізде жылдам оқу техникасына арналған мынандай тапсырмалар бар. Біріншісі Шульте кестесі арқылы баланың көзінің көру аймағын кеңейтуге болады. Бұл жерде бала бізде 2 санына қарап тұрып, жоғарыдағы, оң жағындағы, сол жағындағы сандарды толыққанды айта алуы керек. Одан кейінгі тапсырма бізде бала 2 қолымен сурет сала алу қажет. Басында қиын болады, бірақ та бұны да меңгеріп шығуға болады. Одан кейін біз балаға минутқа уақыт береміз. Мысалы 1 минут уақыт береміз. Осы сандардың ішінен 3 деген санды 1 минуттың ішінде қамтып шығуы керек. Иә, жылдам оқысаң көп оқисың, есесіне көп білесің. Бұл есте сақтау қабілетін жақсартып, ақыл ойды дамытады. Бірақ мәтінді жылдам оқып қана қоймай, оның мән мағынасын түсініп, мазмұнын айта алуда аса маңызды. Осы ретте баланың есте сақтау қабілеті жақсы болуы тиіс. Өйткені оқушы 6-8 сөзден тұратын сөйлемді оқығанда, алдыңғы сөздерді жадына тоқымай ұмытып кетсе, соңына келгенде алғашқы 2-3 сөзді есіне түсіре алмай отырады. Есесіне сөйлемнің мәнінде түсінбейді. Оны жетілдірудің де өзіндік әдіс тәсілдері бар. Егер балаңыз оқыған мәтінді өзі түсіндіріп айта алмаса, әңгімелеп айта алмайтын жағдайда, оны баланы кітапты 10 рет, 20 рет, 100 рет оқытудың қажеті жоқ. Ол кезде біз білікті мамандарға тапсырасыз. Мысалы, біздің орталыққа келсеңіздер, ұстаздар өздерінің бағдарламасы бойынша баланы оқытады. Мысалға айтатын болсақ, мынандай
сурет дейміз, әңгімелеп айта алмайтын балаға осындай сурет көрсету керек. Мына суретке қарап бала әңгімені құрастырады. Әңгіме құрастырып айтып үйрену керек. Осы әңгімені құрастырып айтып үйренеді. Келесі бір тағы да суреттер көрсетеміз балаға. Мына суретке ата не істеп жатыр, балалар не істеп жатыр деген сияқты бала әңгімені осы суретке қарап айтып үйрену керек. Елестете алу керек. Сол кезде ғана осы үйренгеннен кейін 10 сурет көрсетесіз, мысалы айтып бала тілін дамытып үйренеді. Содан кейін ғана сіз мәтінді оқытсаңыз балаға, мәтінді оқып жатқан кезде бала елестете алады. Елестету қабілеті ашылады. Не оқып жатқанын түсініп елестетіп жатқан кезде әңгімелеп айтып үйренеді бала. Оған дейін баланы егер мектепте әңгімелеп айта алмаса, мәтінді қайта-қайта оқытудың қажеті жоқ. Негізі осыған дейін басқа орталыққа барған болатынбыз, бірақ 3 ай уақытымыз босқа кетті деп өзімізде өкінеміз енді. Бірақ осы орталықта мен бір танысым айтқан болатын, сол бір танысымнан естіп, менің балам барады, уже минутқа сөздер оқиды дегеннен кейін менде қызығушылығым танды. Сонымен осы орталыққа келіп, бізде баламызды бердік, негізі өзімізге ұнап жатыр енді. Қазірде буындарды, минуттарды әріп тұрмақ, уже кәдімгідей сөздерді, мәтіндерді оқып, уже үйреніп жатыр баламыз. Кітап оқудағы басты мақсат ақпарат, білім алу, ой түю, түсіну. Алайда жылдамдықты арттырамын деп оқып жатқан сөздеріңіз назардан тыс қалмасын. Мәтінді оқығаннан кейін балаңыз міндетті түрде түйгенін мазмұндап айтып беру керек. Ол үшін күнделікті балаңызға тұрақты түрде уақытыңызды арнаңыз. Мүмкін болса, осы саланың білікті маманына жүгінсеңіз болады. Қымбатты көрерменіміз, әрмен қарай жалғастырамыз. Студия төріне келіп жайғасқан құрметті мейманымыз бар. Өзіміз бүгін сөз қозғап тақырып қылған, күні кеше туған күнін күллі қазақ жұрты атап өтіп, әндерін шырқап, өлеңдерін оқып, еске салып, ер есімін ардақтадық. Сол Есенқұл Жақыпбеков жайлы шынайы әңгіме, ашық түрде сұхбат ағамыздың жанынан жиі табылып, сол кісінің тәлім тәрбиесін алған Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, әнші, актриса Жаңыл Әлайдарқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң. Жақсы, өте керемет. Ақынның туған күні енді көпшілік жұртқа жақсы сезіле білді ғой. Оны өлеңдерін таныдық, жүзін көрмеген жандардың өзі. Сол өлеңдер арқылы ақынның қандай екенін болмысын ашықтап алды. Десек те, жақын араласқан жандардың Есенқұл ағамыз жайлы айтар әңгімесі мүлдем бөлек қой. Біріншіден, ол кісінің еңбегінен бұрын шәкірт ретінде адами қасиеттерін айтып өтіңізші. Енді мен театрға ең алғаш келген жылдары, жаңағы бізде студенттер деген жастарға арналған керемет қойылым болған. Сол жерде жаңағы біз сахнада Есенқұл Жақыпбек деген ақынның өлеңдерін оқимызды. Керемет поэзияларын оқимыз. Сосын ойлаймын енді, бұл қандай ақын, не деген керемет өлеңдер, жаңағы өзім бір көрермеді, мүмкін бұл кісі өмірде жоқ шығар деп ойлаймын, тіпті зерттеп те көрмеген ғой. Енді біз керемет ақын жазушыларды ойласақ, олар бір басқа ғаламшарда өмір сүретін сияқты ойлаймыз да, бір іздеп бару деген тіпті ойымызға да келмейді ғой. Содан кейін тағдыр айдап мен ол кісінің шәкірті болған сәттерде менің маңдайыма сондай ұлы адамның шәкірті болу жазғанына мен бұл өмірде мен ең бақытты адамдардың бірі шығармын деп ойлаймын. Өйткені Иса ағаға дейін небір керемет ұстаздардың шәкірті болдым ғой, әрине, бірақ менің өмірімдегі ең елеулі осы Иса ағаның шәкірті болу маңдайыма жазғаны енді ол Алладан келген бақ шығар деп ойлаймын. Иса ағаның керемет қасиеттері, ол кісі адамды ешқашан ала аламайтын, мынау жас бала ғой, мынау үлкен кісі ғой, жаңағы менің қатарласым басқаша болу керек, мен өз қатарластарыммен өз ой өріс деңгейімде сөйлесе алуым керек деп ойламайтын ол кісі. Ол кісінің жанында мен танығалы үнемі жастар жүретін. Ол кісі жастардан энергия алатын, соларға ақылын айтатын, солардың деңгейінде сөйлесетін, өмірі бір менің жасым үлкен ғой деп бір бізді бір төмендетіп, ұрсып, жаңағы зекіп, ешқашан бір қаталдық танытып көрген емес. Кәдімгі бір өзіңнің қатарлас бір 11 жыл бірге оқыған сыныптасыңдай өте жеңіл, сондай аурасы сондай болатын ол кісінің. Жақын сырласты ғой. Өте жақын. Ішіндегі несін, бүкіл өмір баянын өте жеңіл, әдеби тілде, әдемі айтып беретін де бізге отырғанда. Енді Айтақын ағамыз бар, одан бөлек Нүсіп ағамыз бар, Жұматай ағамыз бар.
барлығының сөзіне сенсек, ақын өте әзілге жақын, ешкімге бір кек сақтай қоймайтын, десек те көзбен көргенін, білгенін, естігенін жүрекке өте жақын қабылдайтын, сезімтал деп айтады. Өте сезімтал болатын ол кісі. Сол сезімталдығы бұл кісінің өмірден өтуіне де сол сезімталдығы себеп болған шығар деп ойлаймын. Өте әзілді керемет жақсы көретін да, айналасындағы адамдармен, жастармен болсын, қатарластармен болсын, керемет әзілдер айтатын ол кісі. Бұл кісінің әзілдері тіпті бір жинақ болуға келіп тұр деп, лайықты деп айтуға болады. Енді айтыскерлердің арасындағы, жеке өмірінде көп қызықты әңгімелері көп қой, ол кісі туралы қызықты әңгімелер. Өкпешіл ме? Жоқ, ол кісі ешқашан ешкімге өкпелемейтін. Бір соңғы уақытта өкпелеп жүргенім болмаса, көңілі қалған дүниелерді жалпы айтқанда бір жиі қозғайтын тақырыбы бар ма еді? Болды. Өкпелеген өмірінің соңғы жылында өкпелеп жүрді. Адамға ма? Адамға. Ол кісінің есімін айта аламыз ба? Жоқ, айта алмаймын. Айта алмаймыз, иә. Не себепті өкпеледі? Қоғамға, ортаға, өз ортасына өкпеледі. Өйткені құпия түрде қалу керек. Шығармашылығын жақсы қабылдады ғой жұрт сол заманда. Өте керемет. Өз заманында да, өзінің жастық заманында да, соңғы жылдарда, өзінің өмірінің соңғы жылдарында да, кейін ол кісі өмірден өткеннен кейін де бұл кісінің бүкіл шығармалары үлкен құндылықтарға айнала берді. Бір-ақ күнде ол кісі аңыз адамға айналып кетті деп айтуға болады. Енді айтыскерлердің пікірінше, жаңада айттық қой, айтақын ағамыз деп, айтыстағы бір бағаланбай қалған тұлғалардың бірі деп айтады көпшілік пікірінше. Ол кісі жас күнінде, ол кісіде үлкен мүмкіншіліктері болған, жаңағы Алматы қаласына барып, үлкен жазушылар одағында, өзінің қатарластарының арасында ең мықты деген үзеңгілес, қатарлас, іргелес, иықтас болып жүрген мықты ақын жазушылардың қатарында деңгейлес жүруге ол кісіде үлкен мүмкіншілік болды. Бірақ ол кісі ол ортаны таңдамай, өзінің ауылын таңдағанда. Неге ғұмырын ауылға арнағысы келді? Өйткені ол кісінің, көрдіңіз бе, жанының тазалығы, өзінің туған жеріне деген жаңағы махаббаты, сүйіспеншілігі. Біз бәріміз жапырлап Алматыға кетіп қалсақ, ауыл қайда қалады депші. Ауыл туралы шығармалар жазды. Ауылдан көп деген шәкірттер ұшырды ол кісі. Айтысқа көп үлесін қосты. Айтыскер ақын ретінде де, жазба ақын ретінде де ол кісі ешқашан сүрінген емес, ешкімнен кем болған жоқ ол кісі. Ол кісі ауылда жүрген күннің өзінде ол кісінің деңгейі түсіп қалған жоқ. Ол кісі Алматыдағы жүрген небір ақындардан жоғары болды да, ол кісінің атағы абыройы. Ақындар ауылдан кетіп Алматыда өледі дейтін сөз бар ғой. Иә, енді ол кісі оны таңдаған жоқ ол жолды. Ол кісі шынымен де ауылда қалды, ауылдан қайтты ғой. Ең алғашқы екеуіңіздің таныстық неден басталды? Иә, мен сондай сахнада жүрген кезде Исағаның өлеңдерін оқимыз, соны кейін ойлаймын, бұл қандай ақын деп. Сондай бір кездерде жаңағы өңкей өнерлі жастар біз жиналамыз да, кез келген ақынның болсын, кез келген жаңағы сазгердің болсын, әнін алсақ, бір өлеңін ала қалсақ, соны талқылаймыз, ортаға саламыз. Жаңағы дәстүрлі әншілер дәстүрлі әндерін жаңалығын айтады. Жаңағы біздер театр әртістері ақындар туралы өлеңдер оқимыз. Сондай бір сәттерде Исағаның «Сен жалынсың» деген әнін мен гитараға салып, өз бетімше үйреніп, өз бетімше меңгеріп жүрген кезімде жаңағы айналамдағы жолдастарым айтты. Соның ішінде қазіргі таңда филармонияның әншісі, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Ләззат Жанаманова әпкем айтты: «Жаңыл, Исағаға звондайықшы» деп. Мен ойлаймын да, қалай ол кісіге звондауға бола ма депші. Жұлдыз ғой ол заманда. Иә, ол уақытта біз кішкентай енді жап-жас жаңадан келген маман біз бәріміз ондай үлкен кісілерге звондап сөйлесу деген енді ойымызға кіріп шықпайды да. Бола ма деймін да, болады. Қазір мен Исағаға звондаймын. Қалай сен сонда ол кісіні жақсы танисың ба, сен білесің ба десем, біз бір ауылданбыз ғой дейді. Біз бір ауылда туып өскенбіз, ол кісі менің ағам дейді. Сіз үшін бұл мүмкіндік? Мүмкіндік болып тұр. Жарайды, звондашы деймін да, ол телефон алады. Алло, Исаға, қалыңыз қалай?
Жолдастарыңызбен әңгімелесіп отыр ма едіңіз? Жақсы, бізде мына жақта сіздің әніңізді тыңдап жатырмыз. Театрда Жаңыл Мерсимова деген қызыңыз сіздің Сен жалынсың деген әніңізді бізге гитарамен айтып беріп жатыр міне дейді ғой. Жақсы дейді, содан кейін маған береді. Менің бүкіл денем ысып, бір ысиды, бір суиды, қатты қобалжығаным соншалықты жаңағы. Сәлеметсіз бе? Иә, менің есімім Жаңыл. Жаңыл Мерсимова деген сенсің ба дейді маған. Иә, аға, менмін ғой деймін. Мен сені негізі іздеп жүргем. Демек естіген ғой сіз? Иә, мен сені іздеп жүргем, өйткені мен сенің бір өлеңіңді Жетісу газетінен оқығам. Аға, енді телефонды дауысын шығарып, сізге гитарамен бір ән айтып берейін деймін ғой енді. Сосын жарайды, айта ғой деді де. Сосын жаңа Сен жалынсыңды бар күшімді салып, тырысып, бүкіл жүрегімді қосып орындап жатырмын ғой енді Исақ аға. Жақсы, рахмет деді. Ол кісі телефонды қоя салды. Ойлаймыз, ұят болып қалды, бір ыңғайсыз уақытта звондап қалдық ба екен, әлде ол кісі жақтырмады ма бізді? Жарайды бопты енді. Әрине енді ол заңдылық қой, енді ол кісі ұлы адам ғой деп сөйтіп отырғаннан кейін бір 10 минуттан кейін ол кісі қайтадан хабарласты да. Әй, Ләззат қызым, Жаңылға берші телефонды дейді. Ау аға десем, жаңағы өлеңді қайтадан айтшы дейді. Содан кейін жақсы аға деймін да айтам. Бір 10 минуттан кейін қайтадан звондайды. Әй, Жаңыл, жаңағы өлеңді тағы да айтшы дейді. Сөйтіп сізге өтірік маған үшін бір 5 рет айттым ғой деймін. 5 рет айттым, иә. Құрыш қанбай жатыр құлақтың. Иә. Содан кейін қандай ой қалыптасты сізде қайта-қайта айтқыза бергенде? Бір қанат пайда болды менде. Менде өнерге деген махаббат пайда болды. Менде гитараға деген сүйіспеншілігім артып кетті. Содан кейін әрбір шығармашылық күнімнің, әрбір театрда, сахнада жүрсем де жаңағы Жаңыл қызым, ана өлеңді маған тағы да айтып берші деп звондайды шалғи. Қай жерде жүрсем де жаңа гитарам иығымда жүреді, гримерныйыма кіре салам да жаңа гитарамды қабығынан шығарам да ана әнді шырқап тұрып, сондай екі қанатпен ұшып баратқандай айтам ғой. Қандай ән еді? Сен жалынсың. Содан кейін бір күні ойлаймын да, неге енді осы кісіге бармасқа? Өзін жаңағы бетпе-бет көріп, амандасып, өзімді таныстырып, ол кісімен жақынырақ танысып, енді сондай мүмкіншілік болып тұрған кезде осы әнді өзінің алдына барып неге орындап бермеске деп ойладым да. Алло, Есенқұл аға, мен сізге барып қайтайын деп тұрмын, Ұзынағашқа қазір шығайын деп тұрмын деп. Ой, келе жатырсың ба? Алғашқы жүздесу? Иә, келе жатырсың ба дейді да. Иә, аға, мен келе жатырмын, қазір міне барам. Кешке дейін жетіп қалатын шығармын деп. Сонда гитарамды алып алам да жаңағы Ұзынағашқа Исақ аға барам. Атамекен деген жаңа редакцияның алдына келген кезіңде звонда деді. Содан кейін аға, мен келіп тұрмын деп звондап едім, ол кісі жүгіріп шықты. Ей, қазір ғана кірдім ғой, мен қазір ғана жоқ болдың ғой сен деп мені жаңағы өзінің жаңағы үлкен кабинетіне алып кірді. Ол кезде ол кісі жаңағы Атамекен газетінің бас редакторы болатын. Сондай жылы жүздесу болды. Менің өмірі есімнен кетпейді де, ол ешқашан есімнен кетпейді, тіпті оны кино қылып түсіруге де болатын шығар. Содан кейін амандасып, танысып, жүр енді төрлеті ғой. Дастарханымнан дәм татты, жаңа жанында қыздары екінші мына бөлмесіне өзінің демалатын осындай диваны бар екен, соң үлкен дастархан жайып қойыпты маған. Содан кешке дейін, түнгі сағат 11-ге дейін ба, жаңағы әнді бір 40 рет айттым ғой деймін енді. Жаңағы, именно жаңағы әнді ше. Бұл ән ақынды қай қырынан баурап алды екен, әннің несі ұнады, болмаса орындаушының несі ұнады екен? Иә, дәл қазір қолқа салып өзіңізден бір сол әнді тыңдағымыз келіп тұр, естігіміз келіп тұр. Бір жағына қарай жантаяды, бір тыңдайды, одан кейін екінші жағына жантаяды, жастықты қояды да, бір тыңдайды. Мына сенің орындауыңда мына ән басқаша екен дейді. Негізі орындаушысы кім еді? Саят Медеуов ағамыз орындаған ол кісіні, ол әнді сол уақыттарда. Осы ақынның сөзіне жазылған? Иә, осы ақынның сөзіне жазылған әні Бекен Бөкебаев деген композитордың әні. Ол кісі Бекен ағамыз қазір Ұзынағашта өзі өнер мектебінде сабақ береді, ол мықты сазгер ол кісі. Кейін ол кісімен де таныстым мен. Содан кейін бұл кісі жан-жағына звондай бастады, телефонды алып. Бұл кісінің көңілінен шықсаң, өмірдегі ең жақын деген жолдастарын үзеңгілес, ең мықты деген ақындарды, жаңағы небір қазақтың серілерін айналасына жинайды. Сөйтіп
әй келіңдер, Талдықорғаннан бір қара қыз келіпті. Соның әнін тыңдайсыңдар қазір. Өздерің көздеріңмен келіп көріп кетіңдер, мен оны тіпті тілмен айтып жеткізе алмаймын. Гитарамен әнді керемет айтады екен дейді. Ол кезде енді мен кәдімгідей жаспын, әнді құйқыл жұтып тұрып орындаймыз жаңа. Сөйтіп бұл кісінің маған дейінгі шәкірттері жиналды, ауылдың азаматтары жиналды, жаңаға. Әгі дастарханымыз кеңейе берді, бір түн ауып кеткенше ән айтумен болдық. Содан кейін бұл кісі маған менің бір жаңадан шыққан әнім бар еді, әнімде сөзінде өзім жазғам. Мен осы әнді бүгінгі сенің келгеніңе қарай әлгі менің сыйлығым, менің иығыңа жапқан шапаным сияқты жаңағы сондай бір үлкен сыйлығым, жолы үлкен. Осы әнді саған қанжығаңа байлап берем. Бұл сенің авторлық жеке әнің болады. Мен сенен басқа бұл әнді бермеймін. Бұл әнді негізі көп әншілер менен сұрап жүрген, бірақ сенің бағың бар екен, осы әнді сен орында деп. Содан әлгі әнді сол жерде таң атқанша жаңағы ана кісі деп ыңылдап маған үйретеді. Мен гитараға салам, қасына үңіліп тағы айтыңызшы деп гитараға салам. Сөйтіп таң атқанша әнді меңгердік. Сіздің дәл осы эстрадада жолыңыз болуына, өнер саласында үздік атануыңызға бір тікелей қатысы бар ма Есенқұл ағамыздың, немесе неше пайыз деп айтар едіңіз бағыңыздың жанғаны? 100% деп айтуыма болады. Сенімді түрде айта аламын. Енді дәл қазір Есенқұл ағамыздың әңгімелерін естідік, таныстықты естідік. Десек те ақынды баурап алған бұл тегіннен тегін шығарма немесе тегін адамның айтқан әні болмауы тиіс. Соған бір дәлел болсын, өзіңізден қолқа салып. Енді мен бұл кісі сөйтсем менен бұрын таныспас бұрын ол кісі мені таныған екен де. Бұл жаңағы мына қызды іздеп тауып сөйлесу керек екен. Мен бір Талдықорғанға жолым түскен кезде барып жолығып, осы шынымен қай жерде істейді екен, осы аты жөні арқылы іздейін деп ойлаған екен. Өйткені соның алдында ғана көктем кезінде Жетісу газетіне шыққан менің бір өлеңім болатын. Сол өлеңім әнді ол кісі Ұзынағашта отырғанда оқыпты. Оқыған кезде сол өлең сол кісіге ұнағанда, бұл қызды тауып мен сөйлесейін, мына қыздың бір бекер қыз емес. Мына өлеңінде бір керемет бір мұң жатыр екен деп. Содан кейін бір қызық жері, ол кісіні көрген кезде ол кісі айтатын, жаңыл сол өлеңді бір рет оқып берші деп. Содан кейін отырамда жаңағы өлеңді оқып берем. Одан кейін тағы бір кездескенде әңгіменің басын сол өлеңмен бастайсың, сол поэзияны тағы да бір оқып берші деп. Сонда аға ол не сізге ұнайды ол өлең? Деймін ғой, енді сіз енді үлкен ақынсыз, енді мен сіздей ақын емеспін, бірақ ол өлеңді сіз неге ұнатасыз деп. Оның ішінде үлкен мұң жатыр дейтін. Бүкіл қыздардың мұңы бар оның ішінде. Мен сенен сондай бір кішкентай болса да бір ауыз сондай өлең күткен жоқ едім. Бірақ сен өзің звондап тұрған кезде мен мынау ана сол мен іздеп жүрген қыз болуы мүмкін ғой деп таңғалғам дейді. Енді сол Есенқұл ағамыздың сен жалынсың деген әнінің құбылысын айтып берейін сізге. Сіз жаңа айтып бер деп қолқа салып отырсыз ғой. Ол ән Есағаның тірі кезінде болды да, Есаға қайтқанда ол әнде қайтып кетті. Мен Есаға қайтқан кезде қалай айтсам екен, үлкен тоқырауға ұшырадым. Сол 10 жыл көтерген гитарамды сол күні кәдімгі гитарамды лақтырып жібердім деп айтуға болады. Сенсеңіз, мен осы гитараны қолыма алып жүргеніме осы 1 жыл болды. Соңғы 1 жылда осы Есағаның туған күніне байланысты шақырылған кездесулерге мен гитараны Есаға үшін қолыма алып, осы әндерді айтуға Есаға үшін қайтадан келдім десем болады. Өйткені мен 10 жылдай гитараны қолыма алмадым. Мен енді ешқашан бұл әнді қолыма алмайтын шығармын дедім. Өйткені менде енді ешқашанда Есаға сияқты жаңағы тыңдарман, Есаға сияқты дос, Есаға сияқты мені бағалайтын үлкен ұлы адам болмайтын шығар деп ойладым. Шынымен ақта ондай адам болған жоқ. Әлі Есаға қайтқалы 2013 жылы ол кісі қайтты ғой. Одан бері міне 14 жыл өтті. 14 жылда мен гитарамды қолыма алып отырғаныма 1 жыл болды алып жүргеніме. Онда да мен Есаға үшін, Есағаның құрметіне, Есағамның әруағы риза болсын деп
қайтадан алдым да, өйткені мына досыма деген әнді сол күні таңға дейін маған үйреткен әнді мен осы Исағаның көрермендеріне, Исағаны сағынған әрбір азаматшаларға, шәкірттеріне осы әнді жеткізу менің ол кісінің алдындағы шәкірттік парызым деп ойлаймын. Досыма деген әнін маған жаңа қанжығама байлап берген, мен барған кезде иығыма шапан сияқты жапқан әнін бүгін мен орындамасам, Исағам ренжитін шығар. Дұрыс айтасыз. Оқсас күндер, оқсас түн, көңілімді күз бастың. Сен болмасаң қасымда, мен биікке ұшпаспын. Келіп отыр оштасқым, көңілімді мүк бастың. Іздеп барсам өзіңді, көңілімді жықпассың. Таудың қарап басына, сабырымның қашуы, бір сарынды күндерге құрбан болған басым. Несін айтам япырай, күндер өтті-ау осылай. Өзіңсің ғой берекем, соны жүрсің оқтырып, бұл өмірде жоқ екен. Сен болмасаң төк қызып, сен де маған оқсассың, мен де саған оқсаспын. Көптен бері көрмеп ем, келіп отыр мұң шаққым. Таудың қарап басына, сабырымның қашуы, бір сарынды күндерге құрбан болған басым. Несін айтам япырай, күндер өтті-ау осылай. Күліп жүрші қасымда, менің адал досыма. Таудың қарап басына, сабырымның қашуы, бір сарынды күндерге құрбан болған басым. Несін айтам япырай, күндер өтті-ау осылай. Күліп жүрші қасымда, менің адал досыма. Шынымен тамаша ған екен. Ақынның досқа деген құрметі ерекше екенін өлеңнен ақ байқауға болады. Бұл жерде бір ғана дос тақырып емес, иә? Бұл жерде қаншама тақырыптың оқиғасы, қаншама тақырып қозғалған, қаузалған. Енді бізде бағдарлама уақыты да шектеулі, бұндай тұлға жайлы қанша айтсақ та әрине артық емес. Бір күнді де, екі күнді де болмаса, ақынның туған сәттен бастап бар ғұмырын қамтып, сол уақыт 71 жыл ғұмыр қажет болады екен. Еске алуынан бастап санайтын болсақ.
Бүгін студия төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Ақынның өміріндегі бір соңғы сәттерінде кездесіп үлгерген адамдардың бірі өзіңізсіз, е? Сол туралы 1 минуттың көлеміне сыйдырып айтып көрейік. Енді 31-ші телеарнада айтылмаған әңгімеде Исаға туралы үлкен бағдарлама болды да, ол кісі жаңа журналистерге осы бағдарламаның бас аяғында мен жаңыл туралы жаңалығымды айтқым келеді. Осындай шәкіртім бар екенін, осындай қызым бар екенін, алдағы жоспарлар туралы деп біз Исаға екеуміз барлық эстрада әншілері орындап жүрген барлық өлеңдерді осы гитараға түсіріп, біріктіріп, бір үн таспа қылып шығарамыз деп дайындалып жатқанбыз. Жаңағы мемлекет ақша бөлетін болды сол уақытта. Сол аралықта жаңағы айтылмаған әңгімеге мен театрдағы именно сол 13-ші қарашаға қойып қойған премьераға байланысты мен бағдарламаға қатыса алмай қалдым. Кешкісін бағдарламадан кейін мен премьера біткеннен кейін далаға шыққанда ол кісі маған қоңырау соғып, жаңыл тағы да алла бұйыртса алдыда үлкен бағдарламалар болады ғой, сонда кездесеміз, тағы да келесің қызым. Енді 16-сы күні, осы арғы күні үйдегі жеңгеңнің апаңның 60 жылдық тойын жасайық деп жатырмыз. Сені сол тойға шақырам, гитараңды алып келіп, сол тойға ән шашуыңды арнап кет, қонақ болып кет деді. Сол күні таңертең ол кісі орнынан тұрмай қалды, қайтыс болып кетті. Сол апамыздың той болатын күні енді ол кісіні жер қойнына тапсырды. Мен сол соңғы сәттерінде Исағаның жанында болдым, соңғы сапарға шығарып салуында да, үлкен ақтық сапарында мен жанында болдым деп айта аламын. Өмірімде сол күнге дейін солай жыламаппын, одан кейін солай жылаған жоқпын. Бүгін студия төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Әдемі сұхбат болды, ел білмейтін айтылмаған әңгіме деп айтайықшы, шынымен осы жерде айтылды. Есенқұл ағамыздың жалпы шығармашылықтан бөлек адами тұрғыдағы қандай үлкен бағаға ие тұлға екенін де айтып қамтып өттіңіз. Рахметімізді айтамыз, қанатыңыз талмасын. Шығармашылықта жаңа дем тілейміз. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Қымбатты көрермен, Есенқұл Жақыпбековтің соңғы сәттеріндегі өзінің жазып бастаған кітабы жарының айтуынша жол үсті деп басталған. Ал сол жол үсті қаншама әңгіме айтылды, қаншама өлең жазылды, қаншама тағдырлар айтылған болатын десек те, бұл кітап соңына жетпей кейін қайта жазушылардың есебінен толықтырылды. Сол жол үсті кітабындағы бір көрініс Есенқұл ағамыздың айтылмай қалған жаңалығының бірі дәл бүгін студия төрінде болған Жаңыл ханым десек те болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әрбір шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.